Әр отбасының өз тарихы бар. Бір отбасының тарихы еңбекте, бірінің тарихы білімде. Ал біздің отбасының тарихы өнер мен ұстаздықта. Адамға екі нәрсе керек. Еңбек ететін қол, үйрететін жүрек керек. Менің атам Жұмабек Найзабекұлы. Ол радиотехник маманы. Қазір жасы 72-де болса да, әлі күнге дейін істен шыққан электр құралдарын өз қолымен жөндеп береді. Кезінде атам алғашқылардың бірі болып, киномеханик қызметін атқарған. 40 жылдан астам уақыт той саласында музыкалық аппаратуралар мен сахналарды өз қолымен жасап, халыққа қызмет еткен. Мен Мырзаева Қаракөз Қосайқызы 1958 жылы 14 қазанда дүниеге келгенмін. Үлкен келінім бастауыш сынып мұғалімі. Екінші келінім қолдағы музыка пәні мұғалімі. Кішкентай келінім орыс тілі пәнінің мұғалімі және көп бала үшеуі Ақжар мектебінде істейді, өзім істеген мектепте. Менің әжем Қаракөз Қосайқызы. Ол нөмірі 122 Ақжар мектебінде 40 жыл бойы бастауыш сынып мұғалімі болып еңбек етті. Алғашқы мамандығы жоғарғы математика. Кейін педагогика саласын таңдап, ұстаздық жолға түсті. Әжем жүздеген шәкірт тәрбиелеген ардақты ұстаз. Шиздуха жобасының тұсаукесер тойын ұзын бойлы реңді семіз болып бастамақ ойымыз бар. Қарсы болмасаңыздар той құтты болсын деп қол соғып. Бұл менің әкем, Ержан Жұмабекұлы. Ол халықаралық Қазақ-Түрік университетінің музыка кафедрасын тәмамдаған. Әкем бала кезінен өнерге жақын болып, синтезаторда еркін ойнап ән айтқан. Қазір той саласында шоумен, асаба ретінде қызмет атқарады. Сонымен қатар кино саласында да өнер көрсетіп келеді. Анам Құралай Ажығалиқызы. Ол Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде мәдени тынығу ісі мамандығын оқыған. Студенттік кезеңінде көптеген республикалық және халықаралық ән байқауларына қатысып, жүлделі орындарға ие болған. Қазір нөмірі 122 Ақжар мектебінде музыка пәнінің мұғалімі. Біздің отбасымызда 6 бала тәрбиеленіп жатыр. Үлкен ағам Бағлан өнерге жақын, гитара мен домбырада ән айтады. Қазір Астанадағы Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетінде IT мамандығында оқиды. Екінші ағам Бейбарыс, спортқа жақын. Бокс жарыстарында жеңіске жеткен. Сонымен қатар видео түсіріп, монтаж жасауды жақсы көреді. Інім Бекарыс, Қаратау өнер мектебінде фортепиано классында оқиды. Ол бірнеше музыкалық аспапта ойнайды. Інім Айдын, өте белсенді, сахнаны жақсы көреді және футбол ойнағанды ұнатады. Ал мен және сіңілім Альбина би өнерін жақсы көреміз. Екеуміз де Жұлдыз өнер орталығының би үйірмесінде оқимыз. Түрлі байқаулардың жеңімпазымыз. Біздің отбасымызда әр мамандықтың өз орны бар. Ата-әжеміздің еңбегі, ата-анамыздың өнері бізге үлкен үлгі. Біз сол жолды жалғастырып, өз арманымызға қадам басып келеміз. Мен өз отбасыммен мақтанамын. Өйткені отбасы біздің ең үлкен байлығымыз.